Сәлем, достар. Алдарыңызда «Непобедимый» атты фильміне қысқаша шолу. Эдди ескі досы Ченмен кездеседі. Чен әкесінен қомақты мұра қалған байдың баласы. Ал Эдди болса қарапайым, тәкаппарлықтан ада жігіт. Әкесінің ақшасын шашуға жаны қас, соңғы уақытта ел аралап сапар шегумен жүрген. Алайда Пекинге оралған сәтінде ол әкесінің тақырға отырып, қарыз берушілерден тығылып жүргенін естиді. Ал осы кезде Гвен есімді жас әйел жұмыстан шаршап келіп, қолында сыра құтысымен диванда ұйықтап қалады. Ал кішкентай ұлы қараусыз қалып, ваннада суға батып кетеді. Фильмнің тағы бір кейіпкері таксист Чен Фай, ол өз көлігінде өмір сүреді. Бірақ сол түні біреулер оның көлігін өртеп жіберіп, өзін өлтіріп кете жаздайды. Ер адам триядаға қарыз болып, енді бандиттерден қашып Макаоға тығылуға мәжбүр. Жастық шағында Фай кәсіби боксшы болған, тіпті Гонконг чемпионы атанған. Досы оған аралас жекпе-жек бокстан әлдеқайда қызығырақ екенін айтып, спорт залдан жұмыс ұсынады. Оның үстіне жақында ескі ұстаздары дүние салған болатын. Эдди арақ ішіп отырған әкесін бардан тауып алып, үйіне арқалап алып кетеді. Кетерінде ол ережесіз жекпе-жек чемпионатының жарнамасына көзі түседі. Ал Чен Фай досының арқасында уақытша баспанаға қол жеткізеді, бірақ оны екі адамнан тұратын отбасымен бөлісуіне тура келеді. Есікті кішкентай қыз Дани ашып, үйдің тәртіптерімен таныстырып шығады. На кухне все наше, а не ваше. Не вздумайте ничего брать. Не вздумайте писать стоя. Вы, мужчины, вечно все пачкаете, отвратительно. Не двигайте эту доску. Мойтесь под душем. Ал Чен Файдың тапқан тапқырлығы көршінің тоңазытқышын ұрлап, оны кондиционер ретінде қолдану болды. Дани әлгі қайғыдан есін жия алмаған әйел Гвеннің қызы екен. Бұл уақытта Эдди бұрынғы еркін өмірін ұмытып, құрылыс алаңында күн сайын қара жұмысқа кіріседі. Жаңа жұмысқа алғаш рет Чен Файда келеді. Спорт залдың қақ ортасында 8 бұрышты октагон тұр. Аралас жекпе-жек келген қызығушылық артып келеді. Сол жігіттердің бірі Эдди. Бұған дейін ол тек 1 жылдай таэквондоға қатысқан. Енді ол барлығын тез үйреніп чемпионатқа қатысқысы келеді. Бапкер оның шынайы деңгейін білу үшін рингке өз шәкіртін шығарып, Эддиге қарсы қояды. Әлгі жігіт Эддиге шабуыл жасап, оны бағанаға ұрғандай соғып, ақырында лақтырып, тұншықтыру әдісіне алып түседі. Чен Фай рингті тазалауға міндеттеледі. Сол сәтте ол Эддиге кеңес береді, соққыны ішпен тосуға болмайды. Гвен күн сайын кішкентай ұлын еске алады. Ол қасіретті күннен кейін өмірге қайта оралмай жүр. Ұлының өлімінен кейін ол судан, тіпті жаңбырдан қорқатын болып қалған. Ал үйдің төбесіндегі саңлау қатты жауған жаңбырға төтеп бере алмай, пәтерде нағыз су тасқыны басталады. Чен Фай суды төгу үшін ваннадағы тақтайды алып тастайды. Бұл әрекеті Гвеннің ашуын туғызып, әйел оған жұдырық ала жүгіреді. Чен Фай басын арашалау үшін шатырға тығылуға мәжбүр болады. Сол жерде Дани оған бәрін айтып береді. 4 жыл бұрын әкесі оларды тастап кеткен, анасы күнде ішімдікке салынып кеткен. Бауырын жоғалтқанына өзін кінәлі сезінеді. Бір кезде Гвен тіпті психикалық ауруханада жатып шыққан, ал Дани балалар үйінде күн өткен. Чен Фай оған енді ешқашан ваннаға жоламайтынына уәде береді. Завтра приготовишь мне завтрак? Нет. Вот жадина. Чен Файға әйелдерге арналған аэробикадан сабақ өткізу тапсырылды. Бірақ оның жаттығулары көңілді де, шабытты да бола қоймады. Сол күндері Чен Фай бір кездері келісілген жекпе-жекте жеңілгенін есіне алады. Ұстазы оны сол сәттен бастап жек көріп кетті, ал артынша алаяқтық үшін тұтқынға алынғаны оның тағдырын мүлде күйретеді. Спорт залды жабардың алдында ол Эддиге қайта жолықты. Эдди жалынып, одан бокстан үйретуді сұрайды. Алайда Чен бас тартады. Сол түні Эдди тағы да әкесін бардан сүйреп алып шығуға мәжбүр болады. Маскүнем ашуға мініп көлікті қиратып, өз ұлын сабап тастайды. Ол Эддиге 30-ға келіп түкке де жарамай қалғансың деп айғай салады. Сыртқа шыққан Чен Фай маскүнемнің ішінен бір ұрып жіберіп, адамдарға ұйықтауға кедергі болма, дейді. Бірақ соңында оған көмектесіп үйіне жеткізіп салады. Эдди тағы да бұрынғы чемпионнан боксты үйретуді сұрайды. Бұл жолы Чен келісті, алайда оларда турнирдің басталуына дейін бар жоғы 3,5 ай ғана қалды. Таңғы жаттығу жүгіріспен басталды. Артынша Эдди бокстың теориясымен және негізгі әдістерімен таныса бастайды. Уақыты аз болғандықтан жаттығулар өте қарқынды өтуде. Чен Файды сабырлы бапкер деу қиын. Бірақ Эдди оның ұрыс керісіне де, қатаң талаптарына да төзіп, бәріне шыдайды. Сол күндері Чен Фай кішкентай Данимен достасып, оның анасы Гвенмен жылы қарым-қатынас орнатады. Эддиді ол өз жастығының көрінісі іспеттес көріп, бұл аңғал баланың бейнесінен екінші мүмкіндік алғандай әсерде болады. Ну что, выдохся? Отдыхай. Зачем ты меня бьешь? Отдыхай. Ол шатырды жөндейді, тіпті аэробика сабақтарынан да ләззат ала бастайды.
Эдди турнирге қатысу идеясына әбден беріліп кеткен. Ол жұмыс кезінде де тоқтамайды, ауыр заттарды тасып денесін шынықтырып жүр. Ал әкесі сол арада казиноға соңғы ақшасын ұтқызып жүр. Уақыт өткен сайын Эдди мықты бола түседі. Ол өзін аяған емес. Мақсаты кез келген бағамен межеге жету. Бірақ бір нәрсе оған әлі де жат, торда, октагонда айқасу өнері. Чен Фай бұл жағын мүлде түсінбейтін. Сол себепті шәкіртінің атынан келіссөз жүргізуге өзі барады. Тренер Рок шарт қояды. Егер бұрынғы чемпион оны рингте жеңсе, Эддиге партердегі күрес тәсілдерін үйретуге уәде береді. Жекпе-жек қызу және шиеленісті өтеді. Ақырында Чен қарсыласына жойқын соққы жасап, екеуі бірдей еденге құлайды. Рок оның жеңісін мойындап, шәкіртін үйретуге уәде етті. Дегенмен сол сәтте Чен Файдың ескі жарақаты қайта сезіліп, қолы шығып кетеді. Бірақ ол өзі-ақ оны орнына салып алады. Бұдан кейінгі жаттығулар бұрынғыдан да ауыр қарқынды бола түседі. Ақыры Эдди қарсыластың шабуылынан қорғанып, партерде шабуылдауды, тұзақтан шығу жолдарын үйренеді. Жаттығу барысында ол өзін әбден шаршатып, бір күні октагонның дәл ортасында талып құлайды. Одан әрі техника жаттауға Чен Файдың өзі қарсылас болады. Ты что творишь? Что? Ты поцеловал меня. Тебе что, это нравится? Ну да. Тогда поехали. Валяй. Турнирдің жеңімпазы $2,5 миллион сыйақы алады. Бұл кім болары 10 раундтан кейін белгілі болмақ. Финалист әр кезеңде қарсыласын жеңіп отыруы керек, тоқтауға хақы жоқ. Алғашқы турдың жекпе-жегін көруге достары келеді. Тәжірибелі америкалық жекпе-жек шебері Рок баптаған Эдвинді оңай жеңеді. Турнирде әр кезеңде жеңімпаз жүлдені алып кетіп қалуға құқылы. Бірақ америкалық тоқтамайтынын мәлімдеп келесі қарсыласын күтіп тұрады. Ал ол біздің басты кейіпкеріміз еді. Чен Фай кішкентай Даниға өзін қорғауды үйретуге мәжбүр болады. Оны мектептегі семіз сыныптасы күн сайын мазалап жүрген. Ол енді қорғансыз емес, қарсылас бола алатын деңгейге жетеді. Көп күттірген сәтте келіп жетті Эддидің алғашқы айқасы. Жеңіс үшін оған бар болғаны 2 раунд бойы шыдап, нокаутқа түспеу жеткілікті. Комментатор бірден байқайды, жаңа қатысушы боксер секілді қозғалады. Бірақ боксерлердің үйренбегені бар, оларды аяқпен тебеді, шынтақпен бетке соғады. Бұл жекпе-жекті Эддидің әкесі де теледидардан тамашалап отырады. Қарсылас америкалық Майк әуелі Эддиге бір әдіс жасайды. Олар кілемге құлаған сәтте екіншісін қолданады. Майк үстіне мініп алып, екі қолымен ұрып, Эддиді жеңуге бір қадам қалдырады. Алайда оның құтқарушысы дәл уақытында соғылған гонг болды. Чен Фай әр лоу-кикке соққымен жауап бер деп кеңес береді. Бірнеше соққыдан кейін америкалық ашуға булығып, ара қашықтықты қысқартып, тағы да Эддиге қарсы ұмтылады. Оны жерге құлатып, ұруды жалғастырды. Бірақ Эдди табандылық танытып қайтадан тік тұра алды. Оның бетін жарып жібереді. Төреші жекпе-жекті тоқтатты. Бірақ дәрігер тексергеннен кейін Эддиге жалғастыруға рұқсат беріледі. Арада бірнеше секунд өтті, Эдди тағы да құлайды. Майк оның аяғын бұрап ауыр әдіске салады. Бірақ Эддиге бар болғаны 10 секунд шыдау керек еді. Гонг соғылды, төрешілер жеңісті Эддиге береді. Бұл турнирдің ерекше ережесі. Экранда кенеттен Чен Файдың бейнесі көрінеді. Теледидар алдында отырған беделді бандит оны танып қойды. Келесі кеште олардың пәтеріне триаданың мүшелері баса көктеп кіріп келеді. Қолдарында пышақ, олар Чен мен оның көршісіне қоқан лоқы көрсетеді. Алайда соңғы айларда шыныққан Чен шақырусыз келгендерге лайықты қарсылық көрсетті. Қорыққан Дани сыртқа қашып шығады. Бір бандит соңынан ұмтылғанда Гвен оны тоқтатады. Ол пышақты шап беріп қаскөйдің ішінен сұғып алды. Бірақ осы сәтте Гвен шошына айқайлап жібереді, себебі оның қызы баспалдақтан құлап, басын жарып алған еді. Гвенді бірден уақытша қамауға алады. Чен Фай полицияға бәрін баяндап береді. Әзірге оларды үйге қайтарды. Алайда шабуыл жасағандар ізін суытқанымен, енді бұл істі әлеуметтік қызметкерлер қолға алады. Гвеннің жағдайы күрт нашарлап кетті. Ол қайтадан өзімен өзі сөйлесе бастайды. Дәрігер Даниға қауіп төніп тұрмағанын айтады. Чен Фай уәде береді, егер бәрі орнына келсе, бұл үйден өзі кететін болады. Көршісін ауруханаға жеткізу үшін ол бір оқушысының скутерін уақытша алып алады. Тренер Фай, может, мы перекусим? Солнце только встало. Какая тебе еда? Побыстрее, пожалуйста. Ал Эдди екінші жекпе-жекке шықты. Бұл жолы оны қатты соққының астына алады, мұрнын сындырып тастайды. Тренер рингтің дәл ортасында мұрнын орнына салып береді. Чен Фай оған соққы шеберіне еркін кеңістік берме деп кеңес береді. Эдди бұл кеңесті тыңдап қарсыласқа танк секілді тік барады. Бірақ тәжірибе жетіспей, тағы да ауыр әдіске түсіп қалады. Бұл жолы Эддидің әкесі оны залдан бақылап отырады. Жігітті құтқарған оның қайсарлығы мен ешкімге ұқсамайтын жігері. Ақыры ол бастаманы өз қолына алып, қарсыласын берілуден басқа амал қалдырмайтындай күйге түсіреді. Ал Гвенге ақыл есінің дұрыс екенін дәлелдеу үшін сараптамадан өту қажет болады. Өкінішке қарай ол сынақтан өте алмады. Демек, Дани әзірше балалар үйінде қалатын болады. Гвен өз ішіне тұйықталып, екінші рет әрекет етуге шамасы жетпеді. Бірақ Чен Фай басқа жол тапты. Ол Даниға қамқоршы болуға құжат тапсыра алатынын біледі. Сараптама қорытындысы бойынша Гвенге емханаға қайта жатуға кеңес берілді.
Ради Дани вы должны взять себя в руки. Анықталғандай, Чен Фай кезінде сотталған үшін Даниға қамқоршы бола алмайды екен. Оның орнына әлеуметтік қызметкерлер қыздың туған әкесіне хабарласады. Енді дәл сол адам қызының тағдырына жауапты болады. Мұны естіген Гвен ашуға булығып, әйелдің тамағынан шап беріп тұншықтырады. Ал бұл уақытта Эдди келесі жекпе-жекке дайын еді. Ол айқасқа тек жеңіс үшін ғана емес, әкесіне дәлелдеу үшін де шығып жүргенін айтады. Қанша құлдырасаң да қайта тұруға болады. Әңгіме әрине өз әкесі жайында еді. Қарсыласы аяқпен күресуге мықты екені белгілі болады. Көп кешікпей Эдди кілемде шалқасынан жатады. Қарсыласы оны қайта лақтырып, тұтқалардан оп-оңай босап кетіп отырады. Ал біздің кейіпкер әдеттегідей соққылардың көбін бетімен тосып алуда. Ли болса керісінше Эддидің соққыларынан оңай жалтарып, аяғымен ауыр соққы жасап, артынша ауыр әдіске алады. Раундтың соңына 10 секунд қалған еді. Эдди тағы да шыдап бақты. Алайда бүгін Чен Фай жанында бола алмады. Ол ауруханада Гвенмен бірге қалады. Екінші раундтың басым бөлігі кілемде өтті. Екеуі бірін-бірі сындырып, болмаса тұншықтырып тастауға тырысты. Бірақ күші Эддиге жетпеді. Ли оның қолын сындырып жібереді. Дегенмен Эдди залда отырған әкесіне қарап берілуден бас тартты. Айқастың соңында қарсылас оны жоғары көтеріп, жойқын лақтыру жасайды. Эддидің мойны сынған еді. Әкесі ауруханаға асығып келіп, ұлының есін жиып, аяққа тұруын жалбарынып сұрайды. Ал Чен Фай үлкен шешімге келеді, өзі де турнирге қатыспақ болады. Оның есімі жазылған шар басқа үміткерлердің қатарына тасталды. Енді ол күн сайын өзіне шек қойып, соңғы күшін сарп етіп жаттығуға кіріседі. Досы оны тоқтатуға тырысқанымен Фай тыңдамайды. Этот чемпионат тебя убьет. Я 20 лет. Ничего не делал. Знаешь, на смертном одре я не вспомню ничего хорошего. Ол өткен күнәларын жуғысы келеді. Эддидің әкесі күннің барлығын ұлымен бірге өткізіп, оны қасықпен тамақтандырып жүр. Ал алғашқы маусымның жеңімпазы әрі абсолютті чемпион, қайсар мінезді жас жауынгер Ли болады. Ұйымдастырушылар оған екінші маусымға қатысуды бірден ұсынады. Ал Ли бір сәтке де ойланбастан келісті. Келесі үміткер Чен Фай 48 жастағы ер адам жаралы иығын жиі естен шығарса да, өзін аямай, күн сайын жанкешті жаттығуларын жалғастыра береді. Осы аралықта Эддидің әкесі қызымен қарым-қатынас орнатуға әрекеттеніп, Чен Файдың залына келеді. Ол Даниға балалар үйінде қалуды қаламайтынын айтты. Бірақ Дани да қырсықты, ол тек бір шартпен көшуге келіседі. Егер Чен Фай алдағы жекпе-жекте жеңіске жетсе ғана. Бұрынғы чемпион бұл жолы нағыз боксшыдай шымыр тартқан еді. Комментатор қалжыңдап, жасы шарапқа жақсы, бірақ ринг емес дейді. Файдың жекпе-жегін Эдди де, оның аэробика тобы да бақылап отырады. Алғашқы раундта Чен Фай қарсыласының мүмкіндіктерін зерттеп, денеге бірнеше соққы жасап, шабуылды апперкотпен аяқтайды. Ол жекпе-жек ережелеріне сай шынтақпен тізе қолдана алатынын көрсетті. Кенеттен айқас партерге ауысып, қарсылас оны матқа қатты лақтырғанда оң соғылып құтқарылады. Он чуть было не повторил судьбу своего ученика. Но будет ли удача на его стороне во втором раунде? Екінші раундта Ли сол әдісті қайталап көруге ниеттенді. Бірақ лақтыру кезінде Чен Фай оның басына соққы беріп үлгереді. Жас спортшы қайта ауыр әдіс жасауға тырысқанмен, тәжірибелі қарсылас сырғып құтылып кетіп отырады. Кезекті әдіс жасау кезінде Ли оны торға тақап, қолын қайырып тастайды. Кенеттен Чен Фай бұрынғы жарақаттан шыққан иығын пайдаланып, сол арқылы тұтқадан босап шығып, қарсыласына жойқын бүйірден соққы жасайды. Қолының бірі ғана жұмыс істеп тұрса да, бұл соққы чемпионды есінен тандырып, нокаутпен жеңіс әкеледі. 48 жастағы боксшы жас кәсіби спортшыны жеңіп, шәкіртінің кегін қайтарады. Дани уәдесінде тұрады, ол енді әкесімен бірге тұратын болды. Фай екі жекпе-жекте тағы да жеңіске жетеді. Досынан айырмашылығы, ол әр жекпе-жекке өзіне ақша тіккен. Сол себепті триада алдындағы қарызынан құтылуға мүмкіндігі туды. Эдди де жазылып, енді ұстазымен торда спарринг жасауға дайын еді. Назарларыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.